Сәлем құрметті оқушылар, бүгін бізде Python'нан 7-ші сабақ файлдармен жұмыс. Видеоны бастамас бұрын каналға тіркеліп алыңыздар және де алдағы шыққан видеолардан хабардар болу үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Олай болса кеттік. Файл бізге не үшін қажет? Біз осы уақытқа дейін компьютердің жедел жадысында сақталған деректермен жұмыс жасадық, бірақ программа жұмысы аяқталғаннан кейін деректермен орындалатын барлық әрекеттер өшіріліп қалады. Олай болса, деректерді қалай сақтауға болатындығы туралы сауал туындайды. Жұмыс жасауға ыңғайлы болу үшін деректерді есте сақтау құрылғыларында файл түрінде сақтауға болады. Файл дегеніміз бұл белгілі бір атпен сыртқы жадта ұзақ мерзім сақталатын бір тектес ақпараттар, программа немесе деректер жиынтығы болып табылады. Файл не үшін қолданылады? Программада үлкен көлемдегі деректерді енгізу жағдайында, сонымен бірге олардың нәтижелерін өңдеп шығаруда файлды енгізу мен шығаруды қолдану тиімді болып табылады. Бізде Python тілінде өңдеуге болатын файлдар екі түрге бөлінеді. Оның біріншісі мәтіндік файлдар және де екілік файлдар. Мәтіндік файлдар олар белгісіз ұзындықтағы жолдарға бөлінген мәтін болып табылады. Яғни біздегі мәтін жазылатын бүкіл файлдар осы мәтіндік файлдар. Ал екілік немесе бинарлы файлдар дегеніміз ол бізде екілік код түрінде әртүрлі ақпаратты қамтитын файлдар. Олар бізде дыбыстық файлдар, суреттер, бейнефильмдер деген сияқты топтағы файлдар жатады. Жалпы біз осы файлдардың жұмыс істеу кезеңі 3 кезеңнен тұрады. Ең алдымен біз файлды ашамыз. Файлды ашқан кезде оның режимі тағайындалып файлдық айнымалы құрылады. Ол бізде оқу, жазу және де қосу деген 3 түрлі режим анықтаймыз. Екіншісі файлдармен жұмыс жасаймыз, яғни файлдағы деректерді өңдейміз. Ал үшіншісі файлды жабамыз. Файл жабылғаннан кейін программада енгізілген өзгерістер файлда сақталатын болады. Файлды ашу режиміне, яғни бірінші кезеңде тоқталсақ, ол бізде ашудың 3 режимі бар. Ең біріншісі read, файлды оқу үшін қолданылады. Бұл осы режимде ашқан кезде бізде дәл сол файл міндетті түрде компьютерде немесе ноутбугымызда болуы міндетті. Ал екіншісі write, файлға жаңа ақпарат жазу үшін қолданылады. Егер бұл режимде, егерде файлдың ішінде қандай да бір ақпарат болса, оның бәрі өшіп кетеді, жаңадан ақпарат жазылады. Ал егерде мүлдем ондай файл болмаса, жаңадан дәл сол аттағы файл ашылады және де оның ішіне жазылады. Енді келесі append. Appendте біз файлға жаңа жазба қосу үшін, яғни осы күнге дейінгі файлдың ішіндегі бүкіл мәліметтер сақталады және де жаңадан сіздің жазып отырған мәтініңіз жаңадан қосылып отыратын болады. Ал егерде осы append режимінде ашқан кезде бізде дәл сондай файл болмаған болса, онда бізде қателік шығарылатын болады. Келесі бізде файлның жұмыс. Файлның жұмысын ең көп тараған 3 түрлі функция бар. Ол бізде write, read және де readline болып табылады. Write бізде файлға жаңа жазба қосу үшін қолданылады, ал read болса файлды оқу үшін қолданылады, ал readline файлдағы жолдарды жеке оқу үшін қолданылады. Мына жерде байқап отырғанымыздай жаңадан айнымалы жасалынды. Соның ішіне open деген функция жасалды және де файлдың атауы немесе компьютердегі мекен-жайын жазамыз. Ал мына жерге ашу режимін A, R, Y деген сияқты өзіміз белгілейміз. Ал астына сол жаңағы айнымалының атауын жазамыз, нүкте қоямыз және де мына функциялардың бірін жазып, өзімізге қажетті операцияны орындайтын боламыз. Енді бізде файлды жабу, файлдағы өзгерістерді сақтап, файлды жабу үшін қолданылады. Яғни қажетті командалар жүзеге асырылғаннан кейін ең соңында файлдың жаңа атауын жазамыз, айнымалының атауын жазамыз, нүкте қойып және де close деп файлды жабамыз. Енді практикалық тапсырмаларға келсек, ең алдымен біз жаңадан папка ашып аламыз. Папканың атауын кез келген етіп беруге болады. Мысалға файл деп бердім. Енді осы файлдың ішіне біз жаңадан Python файл ашатын боламыз. Жаңағы файл папкасына сақтайтын боламын. Және аты жөнін кез келген A деп белгілей салайық.
Бізде A файлы жазылды. Енді осы A файлымен жұмыс жасап көрейік. Ең алдымен біз файлды ашу үшін жаңадан айнымалы белгілеп аламыз. Оны мен F деп белгіледім. Енді біз open функциясы арқылы жаңа файл ашамыз. Және де осыған файлдың атауын жазамыз. .txt. Файлдың форматы бізде txt болғандықтан нүкте txt дейміз. Ал енді бізде open функциясы екі түрлі параметр қабылдайды. Біріншісі файлдың атауы, екіншісі режим. Енді екіншісі режимге y деп жазсақ болады. Және де біз осы файлдың ішіне қалған бір жазуымызды жаза аламыз. Мысалға f1.write кез келген жазу жазсақ болады. Мысалға Python деп жаздым. Енді біз осы файлды жабатын боламыз. Ctrl+C және де F5-ті басамыз. Бізде мұнда ешқандай өзгеріс болған жоқ. Бізде бірақ мына жақта өзгеріс болды. Яғни жаңадан файл ашылды және де оның ішіне Python деген жазу пайда болды. Енді жаңағы файлды ашып, learn Python деп жазайық. Енді біз жаңа мен айтып кеткенде Y режимінде ашылған кезде бізде бастапқы ақпараттар өшіп кетіп, қайтадан басынан сақталатын болады. Қайтадан мына файлды ашып көрейік. Жаңа Python сөзі өшіп кеткен, learn Python деген жаңадан сөз қосылған. Енді біз мына жердегі режимді өзгертейік, append-ке A деп енді сақтаймыз және де F5-ті басамыз. Басынан файлды ашып көрген кезде бізде learn Python, қайтадан learn Python. Яғни бастапқы ақпаратты өшірмей, қайтадан жаңа ақпарат қосып сақтаған байқауға болады. Енді біз осы txt файлын ашып, ішіне бірнеше мәліметтер жазып көрейік. Ctrl+S-ті басып сақтаймыз және де X-пен жауып қоямыз. Енді біз мына жердегі append режимін read-ға өзгертеміз және де бізде write емес, керісінше read болады. Және де біз оқылған файлды print арқылы басып шығарсақ болады. Ctrl+S-пен сақтаймыз және де F5-ті басамыз. Бізде файлда жазылған бүкіл мәліметтер айтылға шыққан байқауға болады. Енді бізде readLine деген функциясы бар. Ол бізде қалай жұмыс жасайды. Copy дейміз. Тек қана осыны ғана данға жіберсек, бізде ең алғашқы сөз ғана басып шығарылатын болады. Ал келесі біз бұны тағы да жазатын болсақ, бізде бірінші және де екінші, үшінші жолдың кезекпен, яғни біз неше рет readLine-ды жазамыз, сонша рет файлдағы ақпараттар, файлдағы соншаншы жолдар, сол жолдар оқылып отыратын болады. Сіздермен болған мен Айдана. Келесі видеода кездескенше арнаға жазылып болыңыздар және де қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.